Аққолды ана, әйел затының мынау жарық дүниеден көретін шынайы жалғыз бақыты ана болуы. Қуанышы десек, аттың жалында, тенің қомында, жаугершілік қуғын сүргінде өмірге белсен әкеліп, ұрпақ өсірген қайран асыл аналар ай десеңізші. Бұрын күшпенді қазақ елінде қазіргідей жабдықталған дайын перзентханалардың атымен болмағаны белгілі. Қазақ әйелі отының басында, ошағының қасында сәбиінің алғашқы іңгәсін естіген, оларға көрген тигені көп тәжірибелі аналар көмектесіпті. Өмір сүру салтымен, тіршілік қажетіне бейімделген, кітаби білімі жоқ сол апалар бүгінгі күннің акушер-гинекологтарының міндетін атқарған деуге болады. Бұлардың арасында есімі ел аузына ілінген, қолы шипалы, аузы дуалы арнайы ана босандыратын ақ жарқын ана, Аққолды ана атанған ерекше шарапатты тут аналар болған екен. Ондайлардың Аққолды ана атануы кейде толғақ үстінде бала теріс келіп, ана мен баланың өміріне қауіп төнген қысылтаян жағдайдан қойдың жақсы жуылған биенің қолына киіп, баланы онына келтіріп, ананы аман сау босандырып алатынан екен. Тапқырлығына таңғаласын. Жаңа сойылған қойдың биені жасанды зат емес, табиғи қолғап болғандықтан анаға да балаға да ешбір зияны тимей, қайта тәнге жұмсақ, жағымды болып. Әжелеріміз әлемдегі арудың ең қиыны да тез ұмтылатынын да толғақ деп айтушы еді. Бұл сөздің мәні де өзі ана болғандар ғана жақсы түсінеді. Жарық неге жаңа адамды әкелу ащы да азапты толғақпен келеді. Әне сол толғақ үстінде әркім өзін әрқалай ұстайды. Өйткені пенде жаратылысы бір-біріне ұқсамайды. Шыбын жаны кеудесінен ұшып шығарыдай қиналғанда біреу ойбайлап айғайлайды, енді біреуі белі үзіліп жатса да дымын шығармай тістеніп сазарып қалады. Екеуі де жақсы емес. Ойбай мен айғайды естігенде сыртта жақсылық хабар күтіп тұрғандар үрейленіп, суық ойға бой алдырады. Әрі үздіксіз ойбай мен айғайдан әйелдің кей қуаты кеми береді. Ал тістенгендіктердің жағы күйзелістен қарсып қалады да, босанған соң күш жұмсап аш қызуға тура келеді. Көпке бармай ондайлардың тістері босап түсе бастайды. Осындай жайларды болдырмау үшін Аққолды ана келіншектің аузына тары салады екен. Толға қысқанда амалсыздан тарыны қышырланып шайнау арқылы белбеулеуге де тістенуге де мүмкіндігі қалмаған. Бұл қара дүрсін әдіс болғанымен ананың толғақ үстінде әлсіремеуіне әрі теріс тіс түбінің босамауына үлкен септігін тигізеді екен. Осының өзінде тәрбие мен өнеге жатыр ғой. Аққолды ана немесе Ақжарқын ана атанған сол мейірбан жандар өздері кіндік шеше болмаған қазақ салты бойынша аяғы ауыр келін күтіміне қомақты еңбек сіңіріп, кіндік шеше болуға дайындалып жүрген қамқоршылардың қолын қағып, жолын кесуді көргенсіздікке балаған. Олар тек өзінің кәсіби міндетін орындаған, ана мен баланың жағдайының оңды болып, нәрестенің аман сау дүниеге келуін, сонымен қатар туыппен бірге кездесіп қалатын әртүрлі қауіп-қатердің болмауына асқан жауапкершілікпен қараған. Өйткені адам өмірінен қымбат не бар дейсіз? Шыр етіп сәбидің өмірге келуі бір үйдің ғана емес, бүкіл әулеттің, ауылдың қуанышы. Адамдар бір-бірінен сүйінші сұрап, мәре-сәре шаттанғанда тут аналар төңірегінен түгел алғыс естіп, абыройға ие болып, жүздері жарқын, жайдарлары ашық болғандықтан Ақжарқын ана атанған екен.
Баланың өмірге келуін сөз етіп отырып, оның түскен кіндігі мен 9 ай ана жүрегінің астында шақалаққа серік болып жатқан жолдасы туралы айтпай кетуге болмайды. Бұл жөнінде халқымыздың ертеде қалыптастырған мәні терең, мазмұны кең ырымдары бар. Әсілі қазақ халқының кез келген ырымы ізгі ниеттен, шынайы пәк көңілден туындап, жақсылыққа бағышталады. Ғасырлар бойы қайталана адамға медет беретін тылсым күшке айналған. Сенім ұлы күш, сенім бар жерде кие бар. Әр ұлтты демейтін, сүйейтін киесі, өзіне ғана қасиетті, өзіне ғана тиесілі. Мың жерден өзгенің ырымын салтын керемет кеңістіріп орындасан да тегінде жоқ болғандықтан ешқашан саған жұғысты болмайды. Сонымен ата-бабаларымыз еркек түсіздің тынысы, әйел үйдің ырысы деп түйіндеп, қыздың кіндігі мен жолдасын отбасының алтын қазық құт берекесі болсын деп оттың басына көмген. Әжелеріміздің оттың басына түкірме, оттың басына баспа дейтін тыйымы осыған орай шығыпты. Ал ұлы баланың жолдасын елін жерін атажұрттың қорғайтын намысты азамат болсын деп 6 қырды асырып, апарып таза жерге көміпті. Ер азамат түздің адамы болумен бірге ол шаңырақтың иесі, әулетті жалғастырушы, босағаны берік ұстайтын тірек болсын деп кіндігін туған үйінің табалдырығының астына көмеді екен. Әлгі табалдырықты баспа деген көне тыйымның жауабы осында жатыр. Міне осылай бұрынғы қазақ баласының жолдасы мен кіндігі жерге берілген екен. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейтін мағыналы сөз бар. Ит қарыны тойған жерде жүре береді. Итті отанда туған жерде жоқ. Өйткені иттің кіндігі жерге көмілген, ал кіндігі жерге жабысқан ата-бабаларымыз ұлтарақтай жерінің өзін жатқа бермей, жан алып, жан беріп жаумен шайқасқан. Қолында құдіретті қаруы болмаса да, қылыш, семсер, найза, шоқпар, садақпен ақ сіз бен бізге осыншама ұлан байтақ жерді мұраға қалдырыпты. Ал бізше 70 жыл бойы қай ата-ана баласының кіндігі мен жолдасын жерге көмген, көмбек түгілі көргеніміз жоқ. Күл қоқысқа тасталып, ит жерді ме, мысық жеді ме, құрт құмырсқа азық болды ма, бір Құдай білсін. Бұл күнде ата-бабаның қаны мен теріне сауырылған, сүйегі жатқан жерді аузы мұрны қисаймай сатамыз дейтін, қарны тойған жерде жүре беретін иттік кістер көбейді. Үлкен кішіге лақат көрсете алмай, кіші өзіміз білемге салып, итпен мысықтай жауласып намыстаны жұттап, құрт құмырсқадай ұқсақталып, берекеміздің кетіп бара жатқанының бір ұшы кіндігіміздің қасиетті жерімізден ажырап қалғанын шығар. Ата марқұм Құдайға сенбеген тылсымға да сенбейді шығар деушеді. Сену-сенбеуді әркімнің өз еншісіне қалдырайық. Тек адам ретінде осы әңгімені ой санасынан өткізсе екен деймін. Өткен ғасырда ана болғандар жақсы біледі, босанған әйелді баласының кіндігі түспейінше үйіне жібермейтін. Кейін өзіміз жеке шаңырақ көтеріп, еркін ел болғалы бері 2 күннің соң перзентханадан шығарып жіберетін болды. Жас ана бұрындары сонды естігені бар, түскен кіндікті тастауға болмайтынын шамалап түсінеді. Алайда ары қарай не істеу керектігін білмейді. Өйткені өкініштісі сол азан білмесе де құлағын қағатын дүмше молда секілді өздері ештеңенің байыбына бармай-ақ ақыл айтушылар жеткілікті. Біреуі тұмарға қосып тігу керек дейді, енді біреуі баланың алғашқы алынған қарын шашымен қосып шүберекке тиіп үйде сақтау қажет дейді. Әлеуметтік желіден әже өптәуір атағы бар бір әйел балаларымның кіндігін Құранның арасына салып сақтаймын деп айды аспанға бірақ шығарды. Қасиетті Құранды кіндік қоймасына айналдырып, әрі соны мақтанышпен өзгеге үлгі етіп отырған сол пендеге қайран қалдым. Әрине бауыр еті баласы үшін аналар қолынан келген бар игілікті жасауға дайын тұратыны белгілі. Жоғарыдағы ақыл айтушылар да жақсы ниет ойлаған болар. Десе де әркім өзінше бұл ұра тартып,
білгішсінбей, ата-бабадан қалған ұлағатты қазақ дәстүріне неге жүгінбейді екен деймін. Рас, баяғы отбасы мен табалдырық өзгеріп кеткен, бірақ жер-ана өзгерген жоқ, орында тұр ғой. Маған талай жас аналар мен олардың шешелері хабарласып, жөн-жоба сұрап жатады. Қазақтың ұлттық төл дәстүрлерін білгісі келетін ондай адамдарға риза болам. Шама-шарқымша білгенімді түсіндіріп, ұқтыруға тырысамын. Айтайық, кіндікті сыртқа апарып, кісі аяғы таптай бермейтін таза жерге немесе даладағы тамыр тартып, жапырақ жайып өсіп тұрған ағаш түбіне көмуге кеңес беремін. Бұл балалар дәстүрінен қиғаш кетіп тұрған жоқ, қисынға келіп құюы қабысып тұр деп ойлаймын. Ал оны орындамау әркімнің өз еркі. Айтпайын десем аузым бар, көрмейін десем көзім бар. Болған соң көңілімді көптен бері қажап жүрген нәрсе сәбидің жолдасы жайлы. Ертедегі әжелеріміз таза жуып, аққа орап жерге көмгізетін ана құрсағынан шыққан бала жолдасын айтып отырмын. Құдайға шүкір, қазір нәресте кіндігімен үйге келетін болды. Ал жолдасының қайда кеткенін сол баяғы белгісіз күйі қалды. Неге десеңіз, оны іздейтін, сұрайтын адам жоқ. Тәуелсіздікке дейінгі 70 жыл, одан кейін бостандықтан ширек ғасырлары ішінде бір ата-ана баласының жолдасына жоқшы болып жерге көмгенін естідіңіз бе? Мен естімедім. Білуге талпынсам да оған қолым жетпеді. Тексеріп зерттемейміз деген жан-жағы тиықталған бітеу сөзден басқа жауап алмадым. Естіген құлаққа жазық жоқ. Кеңес заманында бала жолдасын арнайы ыдыстарға салып Мәскеуге жібереді екен. Жоғарыдағы лауазымды адамдардың ханымдары мен оларға жақын жүретін атақты әйелдер жас көріну үшін, өніне әжім түспей жылтырап тұруы үшін бетіне жапсырады екен. Көп бөлігі шетелге алтынға сатылады екен, жарамсыздары қоқысқа тасталады екен дейтін осылай толып жатқан екендерді естейміз. Рас, өтірігін көзін көріп қолымен ұстамаған соң бір бүйірінен шаншудай қадалса да дымынды ішінде аузынды жауып жүрдік. Сапатаяққа ас құйып сабынын қарауыл қойған заман еді ғой. Әйтсе де отты үйде жақса да түтінін сыртқа шығатыны секілді қанша құпияласа да әлгінде қыбыр-сыбырлар бәрібір таралып жататын. Бұл әңгіменің бекер емес екенін ішіміз сезетін, бірақ ашық айтудан жалтарып жүре бердік. Ендігіміз не? Сүйекке сіңген әдет пе? Кіжінуіміз көпте. Бес шешіп көрісуіміз жоқ, ынжықтық әлі иығымыздан түспеді. Я, солай, әйтпесе ана 9 ай бойы баламен бірге көтеріп, аш толғақпен келетін сәби жолдасын нағыз иесінен сұраусыз өздеріне меншіктеп алғандардың не істеп жүргендерін, қандай тапсырма орындайтындарын білер едік. Ең болмаса құдіретті күшті Құдайым ана құрсағынан баламен бірге оның жолдасын тектен-тек жаратпағанын ойланар едік.